Көлік жүргізуді маған атам Әбдіғаппар үйретті. Өзінің 1982 жылы Тольяттиден шыққан қаракөк жигулимен. Атам маған екі ақ ереже үйретті. Біріншісі, көлік жүргізсең баппен айда, оны бір көлікті қинамай айда, қазақша айтқанда. Сол кезде көлігің саған ұзақ қызмет етеді. Екінші атам үйреткен ереже, дәл осыны мен осы рилсті түсіріп отырмын. Көлік жүргізсең, балам, ешкімге кедергі келтірмей айда. Өздеріңізде көлік жүргізіп жүрген шығарсыздар, көшеде көресіздер. Көлігін қалай болса солай парковать ете салады. 1 минут бағдаршамды артық тұрсаң, бипілдетіп, сигнал бақыртып, айғайлап мазаңды алады. Немесе өткізіп жіберу керек жерде өткізбей қояды, водительский солидарность деген нәрсені елемейді. Немесе өңмеңдеп, өзі сыймайтын жерге қазақ түйесімен кіреді деген сияқты өңмеңдеп алға ұмтыла береді. Әйтеуір біреуге кедергі келтіретін жағдайларды мен өз басым өте көп көремін. Дамыған елдерде керісінше қалай? Дамыған елдер дегенде, дамыған елдердің көлік жүргізуінде емес, дамыған елдердің психологиясында қандай? Өзіңнің шекараң біткен жерден біреудің шекарасы басталатындығын анық білу. Дамыған елдердің психологиясындағы тағы бір білуіміз керек нәрсе, тіпті өзіңнің құқыңнан өзгелердің құқығын артық қою. Міне осыны біз үйренуіміз керек. Көркем мінезді адамға айналғымыз келсе, осыны өмірімізге ендіруіміз керек, жігіттер.